осы сенсияға келгенім үшінші рет. Енді мен әсерім әр келген сайын таңғалумен боламын. Өйткені жаңа технология шығып жатыр. Көзімді ашып біреуін үйренгенше екінші шығып жатыр, үшінші шығып жатыр. Біз осы түсіру арқылы, осы көрсету арқылы ертең біздің де мұғалімдермен осыны көрсетемін, айтам. Біздің мұғалімдер өзінің саласы бар әрқайсысы, биотехнология бар, химия бар, басқа да салалары, соны көрген соң обязательно келеді олар. Өйткені қызығушылық, өйткені оларға осыған мұқтаж. Мен Қазақ ұлттық университетінде баспасөз қызметінде фотограф болып жұмыс істеймін. Биыл біздің Қазақ ұлттық университетінің 90 жылдығы. Енді қысқа айтқанда, біздің университетте әр ұлттың адамдары оқиды. Соның ішінде Қытай азаматтарының 7000-дей азамат бізде оқиды. Екі ортаның өте қатынасы керемет. Бізде Қытай университеттермен, жас студенттермен біздің Қазақ университеті екі жағы алма-кезек тәжірибе жүргізіп жатыр. Сол Қытай жақтан бізде 7000-дей студент оқиды. Қазақстанда біз бірінші алтыда келатыр университетпіз. Сіздерден үйренетіндеріміз өте көп. Сол үшін біздің мұғалімдер, студенттер Қытайға көп келеді, оқуға алма-кезек тәжірибеліктен. Бейнелеп бергенде көбінесе выставка жасам, көрме ретінде оны көрсетем, көрсеткен әсерімізді жеткіземіз. Ары қарай әр сала өз әр факультет, әр пәннің факультеттері өзіне керектігін алады. Соның керектігін алады да, бұл сіздермен байланысқа шығады, өзінің маманы бойынша. Мен барған сайын, мен келіп деген сайын жүре кабинетте тұрады, көрейікші, не көрдің, көрсетші бізге деп тұрады. Бірінші рет суретке түсіріп атқандай боламын, өзім сезінемін. Соған мен дайындаламын. Ертең түсіретін болса, мен алдын ала сұрауым керек. Ертең не түсіруіміз керек? Оған қандай объектив керек, қандай камера керек? Соны түнімен мен ойлап шығамын. Қалай түсірсем екен, қалай болады екен? Одан кейін ең қызығы, түсіргенде де білмейсің, түсіріп болғаннан компьютер қалғанда бір 100 суреттің ішінде бір 10 сірі әдеміші, сол балаша қуанасың. Менің қуанғаным, сол көрермен қуанса, мен соған риза боламын. Сол көрерменді мен дұрыс түсіре алмай қалсам, мен өзім ренжимін. Сол үшін мен әр уақытым, әр қадам басқаным өте маған бірінші күн болып тұрған сияқты. Мен соған қызығамын. И басқаға да осы менің саламды ұнатып жүрген адамды шақырам, бірге алмасайық. Фотоөнердің Қытай мен Қазақстанның фотоөнерлерімен бірмен жұмыс істейік, бірге қалыпсақ, бірге тарих ашайық. Бұл ескі қалаға барған өте қуандым. Бүгінгі әсерім керемет болды. Бірақ күн ыстық бұлт болмаса да, менің ана көрген әсерім өте керемет. Бірақ қарап отырсам, қанша ыстық болғанмен адамның құбылысы, көргісі келеді, ынтасы керемет екен. Шаршап жүрсе бәрі көргісі келеді. Соның өзімді түсіргенше, қолымнан келгенше түсірдім деймін. Әлде келермін, әлде тағы түсіремін. Қытай мен Қазақстан жасай берсін, екі жақ мықты достығымыз болсын. Ол Синьцзянға келген әңгімемді мен Қазақ университетіне, Қазақстанға көрсеткен бар, ары қарай жанымызда көрші елдерге де көрсеткен бар, соны әсердеген бар. Әрқашан достығымыз Қытай мен Қазақстан жасай берсін. Алға!